Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Аман есенсіздер ма? Біз бүгін 4-ші күн температура жетіп жатыр. Қатты 41 градусқа шейін барып жатыр. Түнде қатты қорқып кеттім, 41 градус болғаннан кейін скорый шақырдым. Сол енді бұйырса тағы да 3-4 күн шыдасаңыздар, үстіне сыйып до конца шықса кішкене жақсы болады деді. Сол күні мен ұйықтамайын, таңға жоқ ұйықтап кетпейін қатты деп будильник қойып жүрмін, өйткені мен қатты ұйықтап кетіп баланың температурасы қатты 40-41-ге көтеріліп судороги беруі мүмкін ғой. Сол себепті ұйықтамай қарап жүрмін, будильник қойып қоям, на всякий случай ұйықтап кетсем деп. Сол мен совсем ұйықтамайын емес, температурасы взбивать етем ғой, түседі ғой, сол кезде ұйықтап алам, енді примерно қайттан көтеріледі ау деген уақытта оянамын. Сол мен как обычно тамақ істеп жатырмын, компот жасап жатырмын. Кеше компотым бүгін бітті. Дайын суды қайнатамын да, жасаған дайын перецтарым сала саламын. Осы жақсы болды. Үлгермеген кезде, асыққан кезде мен осылай сала саласыздар, рахат. Қасымаған балам жабысып, еш нәрсе сеппейді. Мен қасымда жап, ешқайда кетпе дейді. Осыны салам, қайнайды. Содан кейін тұзын тексеріп, дәніне қарай тұзын саламын да. И картошка салам, сәбіз салам, зелень салам, болды. Сонымен тамақ дайын, өзі қайнап пісе береді, рахат. Мына жақта менде вишнядан компот, қазір маған алма қосамын. Бір жасыл алма, бір сары алма, бір қызыл алма қосам. 3 алма жетеді. Вишнясы да көбірек қой. Міне мына жақта компот та дайын болып тұр, мына жақта тамағым да дайын. Осы жолы зелендер қоспадым. Морозильникте қатырған зеленім бітіп қапты, свежий зелень жоқ болатын үйде. И сәбіз қоспадым. Өйткені сәбіз қосып үлгермедім, балам мазасызданып, еш нәрсе істетпей. Қазір балама картошка ғана жейді ғой. Картошкасы мен сорпасынан берем. Суытып. И қызыма да суытып қоям салып. Компоттың цвет әдемі болып шықты. Қазір нелерін, фруктыларын алып тастайым, сүзіп. Үй шашылып жатыр. Квашеный капуста жасайым деп әкеп қойғанмын ғой. Онымен қалды, оған жақта аналардың бәрін дұрыстап салатамнан шығарып қоюым керек еді, фруктылар. Ар жақта алма да тұр. Сортталмады. Жұмсарған алмаларды бөлек, компотқа қатты алмаларды бөлек сорттау керек. 10 килограмм алма кеген ғой кеше. Қалада погода күшті, қар жауып тұр ақырындап. Мен компотты қайнатып, суытып құйып қойдым. Кішкене чуть-чуть жылырақ, бірақ та өстіп ішкенде жақсы ғой, жылы. Мандарин сап қойдым, кеше көп қылады деген ғой. Мен салып қоймасам ешкім жемейді. Тұра береді ғой, солай обязательно осылай шығарып, салып қою керек. Алмаларды да жуып, банан уже қарайып жатыр. Кеше суықтан жылы жерге кіріп, резко қарайып келеді. Болмаса панкейки жасап сайын бананы. Алмаларды жуып қойдым. Қазір енді сабақ оқимыз отырып, апайышқа мен, жеп ал тезірек. Ұйықтап тұрды, көзі ісіп тұр. Қаттыларым бөлек. Алар компотқа кетеді, осындайларым бөлек. Терезені алып салқын өтіп қорттағанша деп қойып қойғам ғой. Терезені алдында тұрып нормально. Кішкене қаз